20 түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Жігіт Құдай үшін мені тез өлтіріңіз деп патшадан тілек етті. Харун Рашид қаһарлы көзін уәзірге қайта қадады. Менің ойымша, кінә әлі сенде. Сен көшенің құжынаған құлдарын бақыламай, бейбастық етіп, жүгенсіз жібердің. Егер 3 күнге шейін жерден қазсаң да сол құлды таппасаң, өзің соның айтқан өтірігі үшін өлесің, деді. Жақпар патшаның алдынан шықты да үйіне келді. Бір рет серпілген ажалдың қара бұлты қайта қоршап алғандай болды. Ол араб тілімен «Ләкүл маратен анаслым әл-хежрат», суға түскен қыш көзе еш уақытта сәлемет шықпайды деп жылады. Бұл маған таудың шатқалына келіккендей бір іс болды. Былай тартсам өгіз өледі, былай тартсам арба сынады. Мен бір жапалақ болдым. Менімен тас ұрса да мен өлем, таспен мен ұрса да мен өлем. Ол аты жөні белгісіз құл қайдан табылмақ? Қызылға шапсаң маған шап деп мен үшін өлімге кім келе бермек? Уәзір құлды табылады екен деп ешқандай сұрау салмады. Үйінде алаңсыз отыра берді. Дәрет алып намаз оқыды. Қазыны шақырып алып, артында қалатын малды кімге беруі туралы өсиет етті. Сол кезде патшаның жендеттері де келіп, сізді патша шақырды. Құлды таппасаңыз дарға жүріңіз. Шақырған ел жиылып, сіздің асылғаныңызды көргелі күтіп отыр, деді. Уәзір мұны естіген соң, қатын баласын жиып алып, қолын ұстап, қош айтыса берді. Уәзірдің тәуір көретін ең кіші қызы болатын. Соны маңдайынан сүйіп, жасты көзін жұмып, тұла бойын сипап отырып, қалтасында томпайып тұрған бір затқа қолы тиді. Кенеттен көңілі бөлінген уәзір, балам, бұл не зат, деді баяулау дауыспен қызына. Бехе жемісі, деді еркеленген қыз. Қайдан алдың, деді қайғылы түсі өзгерген әкесі. Райқан деген құлыңыздан 2 алтын беріп сатып алдым, деді қызы. Оны естіген уәзірдің бетіне қуаныш қаны тарап, құлды шақыртты. Есіктен еңгезердей болып кіріп, қол қусырып сәлем берген құлға, бехені қайдан алдың, деді уәзір. Бүгін 5 күн болды, тақсыр. Шынын сізге айтпағанда кімге айтайын? Көшеде келе жатсам, бір бала ұстап ойнап жүр екен. Қайдан алдың деп сұрап едім, шешесі ауру екен. Соған әкесі 10 күн әуре сарсаң болып жүріп, Басырадан 3 алтынға 3 бехе әкелгенін айтты. Сірә қатынын тәуір көретін біреу болса керек. Мейлі ғой, онда нем бар? Қолынан баланың жұлып алдым да қашып кете бердім. Бала біраз жерге қуып жете алмай жылап қала берді. Жолай келе жатқанда жолыққан кісілер қайдан алдың деп көп сұрады, тақсыр. Мен не де болса бір мақтанайын деп. Тамыр қатыным бар еді, ол ауру еді. Көптен барғаным жоқ еді. Бүгін барып едім, сол берді деп өтірікті соқтым. Не болса ол болсын, соқтым өтірікті. Біразы нанды, біразы нанбады, қолыма ұстаған бойы үйге келдім. Мына Мырзатай қызыңыз сұраған соң 2 алтын алдым да бердім. Сатқаным емес қой, тақсыр, кішкене ханымшаның қолына берген мырзалығы ғой, тақсыр. Болмаса мен сатты дейсіз бе? Деп құл көзін жыпылықтатты. Ол неге сатады деп жазғырғалы отырма деп ойлап еді, олай емес екенін артынан түсінді. Уәзір жоғын тапты да келіп тұрған жендетке құлды айдатып ордаға келді. Рәшидке болған істі басынан аяғына шейін баяндады. Халифа жоқтан өзгеден туып жатқан үлкен уақиғаларға қайран қалып, хатшыларына жаздырды. Жазушыларына кітап қылдырып, бұл да тарихтың ұзын желісінде бір кездескен уақиға деп қазынасында сақтатты. Қатынның кінәсіз өліп кетуіне себеп болған құлды дарға тартуға ұйғарды. Ол уәзірдің егінін егіп, малын бағып, жұмысын өгіздей еңсеріп, жапыра істейтін бір жан себіл болатын. Мұндай дүниені етектеп тауып отырған тегін күшті өлімге беруге уәзірдің іші ауырды. Уәзір тіл майын ағызып, патшаның сірідей қатқан қаһарын жібітіп, құлды тірі алып қалуға тырысты. Тақсыр, деді, басын төмен салып, терең ойда отырған уәзір қаңтарған арғымақтай кеудесін көтеріп. О, тіріге өріс, өлгенге қоныс беріп келе жатқан тұңғиық теңіз тәрізді бұл дүние. Осы жанның бәрін қырып, бір күнде көме салсаң да қара жер тойдым деп айтар ма? Мұның тойдым деген күні болар ма, тақсыр? Өлер әйел өлді. Оның артынан өлім қазығына байланған мен де босадым. Өлімді өзі тілеген мына екеуі де марқабатыңызбен өлімнен босанып қалды. Енді өлді деген аты қарыс жерге хабар болып естілмейтін бір құлды өлтіргенде не болмақ? Мұндай уақиғаның болғаны жалғыз ғана бұл емес, бұрында болған.
болмашы нәрседен таң қалғандай талай уақиғалар туған. Сіз Нуриддин мен Шәмшиддиннің әңгімесін естсеңіз, бұдан әлде қайда қызық. Мен сізге соны айтайын. Егер көңіліңізге ұнаса, құлдың да өлім жазасына кешірім беріңіз деді. Бір өлік үстіне бірталай сыр ашып отырған патша әңгімені айтуға рұқсат етті.